8-ші сынып оқушылары, бүгін 27-ші жаттығуды орындаймыз. Есепті толық түсіну үшін видеоны соңына дейін қараңыздар және лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Так, бірінші есептен бастап шығарамыз. 165-ші суреттен тогы бар өткізгішке әсер ететін ампер күшінің бағытын көрсетіңдер дейді. Б, яғни магнит өрісінің индукция векторының бағыты бұл Б тілшесімен көрсетілген. Енді қарайық. Мынау магнит өрісінің бағыты бұл солтүстіктен шығып оңтүстікке қарай енеді. Ал ампер күшінің бағытын біз сол қол ережесі бойынша анықтаймыз. Яғни сол қол ережесі бойынша алақанға мынау магнит өрісі тесіп өтетіндей қылып сол қолды қоямыз. Сол кезде біздегі үлкен бас бармақ төменге қарай бағытталады және де ол осы ампер күшінің бағытын көрсетеді. Сонда бізде ампер күшінің бағыты төменге қарай, тік төменге қарай бағытталады екен.